Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгінгі пәннің атауы төмен вольтты жабдықтарды монтаждау. Сабағымыздың тақырыбы электр қондырғыларында жұмыс істеу үшін жүктелім рұқсат толтыру және де тарату құрылғылардың ұяшықтарын монтаждау, аппаратураларын орнату. Сабағымыздың мақсаты электр қондырғылары білім алушыларға жүктелім рұқсат толтыру талаптарын үйрету, тарату құрылғыларын монтаждау туралы білімдерін жинақтау мен жүйелеу. Сабағымыз екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі электр қондырғыларында жұмыс істеу үшін жүктелім рұқсат толтыру. Жүктелім рұқсат дегеніміз жұмысты қауіпсіз жүргізу жөніндегі оның мазмұнын, орнын, басталу және аяқталу уақытын, қажетті қауіпсіздік шараларын, бригада құрамын және жұмысты қауіпсіз орындауға жауапты адамдарды айқындайтын арнайы бланкіде құрылған өкім. Жүктелім рұқсат беру жүйесі электр қондырғыларында қауіпсіз жұмыс жүргізуді қамтамасыз ететін іс-шаралар кешені. Ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралардан тұрады. Енді ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралардан дегеніміз ол организационный және технический мероприятие дейді, орысшасы. Техникалық іс-шаралар жұмыс орын дайындау кезінде орындалады. Сонымен жүктелім рұқсат бұл нені, кім және қай уақытта істеу қажеттігі, сондай-ақ алдын ала орындалуға тиісті қауіпсіздік шаралары сипатталып жазылған құжат. Яғни, бригада құрамын, жұмыс жетекшісін, қандай плакаттарды ілуді, қоршауларды қайда қоюды жазады. Ол жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік пен айқындылықты арттыру, қателердің ықтималдығын штаттан тыс жағдайларды төмендету үшін қажет. Ол 2 данада толтырылады. Жүктелім рұқсаттар бойынша жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік үшін жауаптылар. Жүктелім рұқсат беретін тұлға, жұмыстардың жауапты басшысы, жауапты жұмыс жүргізуші, жұмысқа жіберушілер, жүктелім рұқсат бойынша жұмысты орындайтын бригада мүшелері. Қауіптілігі жоғары жұмыстарды орындауға жүктелім рұқсат беруге құқығы бар лауазымды адамдардың және жұмыстарды жауапты басшылар мен жауапты жұмыс жүргізушілері тағайындайтын тұлғалардың тізбесі жыл сайын жаңартылып, оны ұйымның бас инженері бекітуі тиіс. Негізінен осы жауапты тұлғалар деп отырғанымыз жүктелім рұқсат беретін тұлға. Ол кім? Ол осы жүктелім рұқсатты жазатын тұлға болып есептелінеді. Ол тұлғаның, мысалы, электр қондырғыларында түзету жұмыстарын, басқа наладка жұмыстарын алып барған кезде осы жүктелім рұқсат толтырылады да, жүктелім рұқсат беретін тұлға оны толтырып жұмысшыларға береді. Оның өзінің мына жоғарыда айтылғандай жаңағы тізімде, бекітілген тізімде оның фамилиясы тұру керек. Және де оның өзінің электр установкаларында, қондырғыларында жұмыс жасайтын группа, қауіпсіздік группасы дейміз, электр қауіпсіздік группасы 5-ші группа болу керек. Егер жұмыс 1000 вольттан жоғарғы электр қондырғыларында болса, рұқсат беретін тұлғаның группасы 5 болу керек. Ал егер жұмыс 1000 вольтқа дейінгі электр қондырғыларында болатын болса, жүктелім рұқсат беретін тұлғаның группасы 4-тен кем болмау керек. Жұмыстардың жауапты басшысы. Негізінде бұл осы руководитель ответственный дейді. Ол кісінің группасы да электр қауіпсіздігі бойынша 5-ші группадан кем болмау керек. Егер жұмыс 1000 вольттан жоғары электр қондырғыларында атқарылатын болса. Егер жұмыс 1000 вольттан төмен электр қондырғыларында атқарылатын болса,
онда жауапты басшының электр қауіпсіздік группасы 4-тен кем болмау керек. Жұмысқа жіберушілер. Оны допускающий дейді негізінде. Оның да группасы 1000 вольтқа дейінгі электроқондырғыларында 3-тен кем болмау керек. Ал 1000 вольттан жоғары болған кезде оның группасы 4-ші группадан кем болмау керек. Енді осы жерде жүктелім рұқсат бойынша жұмысты орындайтын бригада мүшелері, бұлардың барлығы осы жұмыс қауіпсіздігіне жауапты тұлғалардың қатарына кіреді. Жүктелім рұқсаттар бойынша жұмыстарды ұйымдастыруға және жүргізуге жауапты тұлғаларға қойылатын талаптар. Жүктелім рұқсат беруге құқығы бар тұлғалар, сондай-ақ жауапты жұмыстардың басшылары, жүктелім рұқсат бойынша жұмыстардың жауапты орындаушылары, еңбекті қорғау жөніндегі оқулардан және білім тексеруден еңбекті қорғау бойынша оқыту және білім тексеру тәртібіне ұйым қызметкерлерінің еңбекті қорғау жөніндегі талаптарына сәйкес өтеулері тиіс. Жүктелім рұқсаттарды беретін тұлғалар жұмыс жүргізудің қажеттілігін және оларды қауіпсіз орындау мүмкіндігін анықтайды. Жүктелім рұқсатында көрсетілген қауіпсіздік шараларының дұрыстығы мен толықтығы үшін жауап береді. Енді мына төмендегі слайдтарда мен осы мына жүктелім рұқсаттың формасын, негізінде қазіргі кезде барлық жерде жұмыс жасалғанда осы формалар орыс тіліндегі формалар толтырылады. Осы форманы көріп шығуды сіздерге көрсетемін. Бірінші міне тұрған бірінші бетінде мекеменің атауы, мысал үшін Тәтек акционерлік қоғамы, әлде Энергоқуат акционерлік қоғамы, әлде жұмыс қай мекемеде болып жатқан болса, сол мекеменің атауы жазылады. Онан соң бөлімі, цех, бригада, міне осылар жазылады. Нарядтың нөмірі көріп тұрғандай және осы бригада құрамы. Жауапты басшы жұмысқа, сонымен қатар жаңағы жауапты жұмыскер, жұмысқа кіргізуші, допускающий дейміз, наблюдающий деген бұл бақылаушы. Бақылаушы қай уақытта дайындалады? Егер біз жасап жатқан жұмыс орнында жаңа автокран, экскаватор, соған осы техникалар, арнайы техникалар қолданған уақыттарда және де осы бригадамыздың құрамында рұқсаты жоқ, допускісі жоқ. Мысал үшін практиканттар болған жағдайда бақылаушы тағайындалады. Ол бақылаушының электр қауіпсіздік группасы 3-тен кем болмау керек. Міне осы және сонымен қатар жұмыстың басталатын уақыты, аяқталатын уақыты және сол жұмыс орны, қай подстанцияда, подстанцияның номері, сонымен қатар қай жерлерді өшіру керек, қай жерге қосу, заземление дейміз, солардың барлығын салатын, барлығы осы нарядта көрсетілген болу керек. Сонымен қатар нарядты берген адамның аты жөні, уақыты қолы қойылған болу керек. Сонымен қатар жұмыс орнында бригаданы жұмысқа салудан алдын инструктаж өткізіледі. Осы инструктажға бүкіл бригада барлығы қол қою керек. Сонан кейін ғана тек жұмысты бастауға рұқсат беріледі. Сонымен қатар жұмыс біткеннен кейін, егер жұмыс келесі күнге қалдыратын болса, міне келесі күнгі қайтадан осы допуск жасалып жұмысқа кіргізіледі. Сонымен қатар міне жұмыстың қай уақыт аяқталғаны, датасы, міне числосы және уақыты жазылу керек. Сонымен қатар жұмыстың аяқталу турысында барлық осы бригада мүшелері нарядқа қол қойылады. Наряд жабылғаннан кейін, бағана айттық, бұл 2
данада 2 экземплярда жасалады. Жұмыс аяқталғаннан кейін бұл нарядты, осы нарядтар дейміз жаңағы папкасы бар. Сол папкаге салып 30 күн аралығында осы папкада сақталады. 30 күннен кейін тастауға ғана рұқсат беріледі. Енді осымен бірінші бөліміміз аяқталды. Екінші бөлімі, сабағымыздың екінші бөлімі бұл қосалқы тарату құрылғыларын монтаждау. Біз қазір бірнеше тарату құрылғыларының аппараттарын көріп шығамыз. Қосалқы станцияларға электр энергиясын түрлендіру және тарату үшін қызмет ететін электр қондырғылары, ал тарату құрылғыларына оны қабылдау және таратуға арналған қондырғылар жатады. Қосалқы станциялар типтік жобалар бойынша салынады. Бұл құрылыс пен монтаждаудың индустриялық әдістерін енгізуге ықпал етеді. Монтажға тапсырылатын қосалқы станциялар мен тарату құрылғыларында кірме жолдар, көтеріш қондырғылар салынуы, электр энергиясын жеткізу үшін тұрақты немесе уақытша желілер төселуі, электр жарығы орындалуы, төселген бөлшектер мен еденге негіздер орнатылуы және ірі габаритті жабдықтарды ауыстыру үшін монтаждық ойықтар қалдырылуы, кабельдік құрылыстар мен жер асты коммуникациялары дайындалуы тиіс. Қосалқы станциялар мен тарату құрылғыларын монтаждау басқа электр қондырғылары сияқты 2 сатыда жүргізіледі. Бірінші сатыда барлық дайындық жұмыстары орындалады. Электр жабдықтарын, конструкциялары мен материалдарды жинақтайды. Ірілендіріп жинауды және жабдықтарды тексеруді жүзеге асырады. Екінші сатыда электр жабдықтарының монтажы орындалады. Төменгі слайдта міне айырғыштың суреті көрсетілген. Айырғышты монтаждау келесі ретпен орындалады. Жұмыс орнына көтеру және орнату, аппаратты тексеру, жетекті орнату, аппаратты жетекпен қосу және оны реттеу, аппараттарды түпкілікті бекіту және жерге қосу. Айырғыштарды массасына байланысты орнына көтеру қолмен, аспаппен, немесе кранмен, металл жақтау арқылы орындалады. Ішкі қондырғылардың айырғыштары мен жетектері конструкцияға немесе қабырғаға, ал сыртқа іргетас немесе конструкция жақтауына бекітіледі. Міне мына суретте көріп отырғанымыз бұл желілердегі негізі міне осы нақты осы көріп отырғанымыз бұл 10 киловольттық әуе желілерінде орнатылған айырғыштар. Көріп отырсыздар, міне осы бұл тіректерге орнатылған және жаңағы жермен қосу дегеніміз бұл міне осы мына металл корпусты осыны заземление жасау. Міне соны біз жермен қосу деп атаймыз. Мына суретті көріп отырғандарыңыз, бұл да осы айырғыш. Демек бұл сыртқа емес ішке қойылатын шиналарға орналатын айырғыштың суреті. Бұл да 10 киловольттық айырғыштың суреті. Енді сақтандырғыштарды монтаждау. Сақтандырғыштардың монтаж алдындағы дайындығы тексеруді көздейді. Оқшаулағыштар, патронды құммен толық толтыру, балқымалы ендірменің тұтастығы, қосылыстар мен бөлшектердің бекітілу сенімділігі, қосылысты сорғышта патрондарды орнату және шығару, қарапайым картридждердің қосылысының сенімділігі. Мына төменде көріп отырған сақтандырғыш, бұл 1000 вольтқа дейінгі сақтандырғыштар. Мына осы жерде айтқанымыз, бұлардың барлығын монтаж жасаудан алдын тексеруден өту керек. Мына құмға толтыру деген сол кварц құмы. Кварц құмы не үшін керек? Кварц құмы бұл электр доғасын сөндіру үшін. Электр доғасы қай уақытта пайда болады? Қысқа тұтасу болғанда осының ішіндегі балқымалы қондырғы үзіледі дағы, үзілген кезде одан электр доғасы пайда болады.
Міне осы кварц құмы осыны сөндіруге арналған құм болып есептелінеді. Міне осылардың барлығын тексеріп, сонан кейін ғана тек монтаж жасауға болады. Төмендегі слайдта міне көріп отырғанымыз бұл 1000 вольттан жоғары 10 киловольтқа арналған сақтандырғыштардың құрылысы. Ажыратқыштар. Енді ажыратқыш негізгі жинақталған тарату құрылымының құрастыру принципін және техникалық сипаттамаларын анықтайтын негізгі аппарат болып табылады. Ол ең күрделі және ең жауапты электр аппараттары болып табылады. Ал оның сенімділігі барлық тарату құрылғылары жұмысының сенімділігін анықтайды. Тарату қондырғыларында 6-10 киловольт қуатты ажыратқыштардың келесі түрлері қолданылады. Аз майлы, электромагниттік, вакуумды және илегазды. Мына суретті көріп отырғанымыз бұл вакуумдық ажыратқыштар. Включательдер дейміз ғой, включательдер. Бұл вакуумдық ажыратқыштардың суретін көріп отырмыз. Келесі суреттегі бұл өте жоғары киловатты 110-220 киловатты илегазовый ажыратқыштар. Бұл жерде вакуумның орнына илегаз толтырылған. Міне осыменен сабағымыз аяқталды. Енді үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Үй тапсырмасын орындап, кері байланыс жасап, Платонсқа саласыздар. Осы Платонсқа салған жауаптарыңыз бағалау парағы арқылы бағаланады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.